Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы деректер қорының негізгі ұғымдары. Кез келген кәсіпорын немесе ұжым деректер базасын басқару жүйелерін жасайды. Олардың көмегімен деректер базасын жасауға, ақпараттармен толықтыруға және жұмыс істеуге болатын программалар жинауға болады. Деректер базасын басқару жүйелерінің бірнеше ондаған түрі бар. Олардың көпшілігі шындығына келгенде басқару жүйелері емес, арнайы дайындалған программалау тілдері. Осы тілді меңгерген әрбір адам қолданушыға ыңғайлы құрылымдағы кез келген деректер базасын жасап алуына және оларға қажетті басқару элементтерін енгізуіне болады. Деректер базасына төмендегідей талаптар қойылады. Деректер базасының мазмұнын көшіруді болдырмау немесе азайту. Пайдаланушы топтардың құқықтары мен талаптарына сәйкес деректер базасының жекелеген ақпараттық элементтерге енуін жеделдетуді қамтамасыз ету. Үнемі өсіп отыратын талаптарды қанағаттандыру үшін деректер базасының кеңейтілу мүмкіншіліктерін қамтамасыз ету. Тек қана дұрыс, алдын ала тексерілген ақпараттарды пайдалануды қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін деректер базасының тұтастығын сақтау. Деректер базасының тұтынушылардың жекелеген санаттарының жұмыс істеуіне қажетті белгілі бір ақпараттық элементтерге енуіне ғана рұқсат беру. Базаға енуді, деректер базасына ақпараттар қосу мен түзетуді тек қана авторлық құқығы бар тұтынушылардың орындауы. Деректер базасын пайдаланушылардың талабына сәйкес деректердің элементтерін түзету, бейнелеу және есептеу құрылғыларын құрудың қарапайымдылығын қамтамасыз ету. Деректерді сақтау бұл компьютердің маңызды функцияларының бірі. Оның ең көп тараған құралы деректер базасы. Деректер базасы берілген құрылымдағы ақпараттардан тұратын арнайы форматтағы файл. Берілгендер кесте түрінде дайындалады. Ал деректер базасы анықталған облысқа жататын деректерді басқару, сақтау және сипаттаудың жалпы ұстанымдарын анықталған ережелер бойынша қарастыратын ұйымдастырылған деректер жиынтығы. Деректер базасын басқару жүйесі деректер базасынан деректерді құру, сақтау және алуды автоматтандыруға арналған программалар жиынтығы. Деректердің арасындағы байланыстарды ұйымдастырудың келесі түрлері бар. Бірінші иерархиялық, екінші желілік, үшінші реляциялық. Microsoft Access деректер базасын басқару жүйесімен жұмыс істеу негіздері. Microsoft Access-ті стандартты іске қосу командасы бұл пуск, все программы және Microsoft Office, одан кейін Microsoft Access 2010. Access программасы жүктелгеннен соң экранда осындай сұхбат терезе пайда болады. Бұл терезеде Access қолданушыға үш нұсқаның бірін таңдауды ұсынады. Жаңа деректер базаны құру, үлгі шаблондарды пайдалану, алдыңғы сақталған деректер базаны ашу. Деректер базаны жаңадан құру қажет болса, тінтуірмен жаңа деректер базаны құру жағдайын белгілеп, ОК батырмасын шертеміз. Сол кезде жаңа деректер базаның атауы және оның орналасу жағдайы көрінеді. Терезеде қажетті буманы таңдалып, файл атауы енгізілген соң және файл типі көрсетілген соң құру батырмасын басамыз. Экранда деректер база терезесі көрінеді. Access программасында негізгі 7 нысаны бар. Бұлар кесте, сұраныс, форма, есеп, макрос, модуль және беттер. Кесте жазбалар мен өрістерден тұратын деректер базасының негізгі нысаны. Кестелерде деректер сақталады. Сұраныс деректерді бір немесе бірнеше кестелерден қолданушының қойған аты бойынша іріктеп алуға арналған құрал. Сұраныстар көмегімен деректерді зерттейді, іріктейді, таңдайды, өзгертеді, біріктіреді, яғни өңдейді. Қалып, яғни форма, кестелер мен сұраныстардағы деректерді ыңғайлы түрде экранда бейнелейтін және оларды басқаратын құрал. Есеп, кестелер мен сұраныстардағы деректерді ыңғайлы және көрнекі түрде экран бетіне басып шығару құралы. Есеп парақтары түзетілгеннен кейін ондағы деректерді редакциялауға болмайды. Ал макрос, макро командалар жиынтығы. Егер деректер базада қандайда бір операциялар жиі орындалатын болса, онда олардың командаларын бір макроста жинап,
оған пернелер комбинацияларын сәйкестендіруге болады. Модуль бұл Visual Basic тілінде жазылған ішкі программалар. Егер аксестің стандартты құралдары қажетті талаптарды қанағаттандыра алмаса, онда программалаушылар ішкі программалар көмегімен жүйенің мүмкіндігін кеңейте алады. Биттер әртүрлі типтегі веб құжаттарды құруға мүмкіндік береді. Келісілген типтегі веб құжаттарды құру үшін HTML тілінің нұсқалары қолданылады. Бұл Access программасында құрылған деректер базаның кеңейтілмелері. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, мына сұрақтарға жауап берейік. Деректер базасын жасаудағы мақсат не? Деректер базасының қандай түрлері бар? Иерархиялық деректер базасы дегеніміз не? Желілік деректер базасының басқалардан қандай ерекшелігі бар? Реляциялық деректер базасы дегеніміз не? Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.